Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін әдебиеттік оқу 18-ші сабақ. Бүгінгі тақырып ең аяулы сөздер. Бүгінгі сабақта өлеңді түсініп, дауыстап, әрі мәнерлеп оқисың. Балалар, бірінші тапсырма: берілген сөздер неліктен ең аяулы сөздерге жатады, түсіндір дейді. Ата, әже, әке, ана, ұстаз, отан, туған жер. Өйткені олардың бәрі адамға ең қымбат жақын жандар. Ата, әже, әке, ана бізді жақсы көріп тәрбиелейтін адамдар. Ұстаз бізге білім беретін, жол көрсететін адам. Туған жер, отан әр адамның жүрегіне жылы, қасиетті мекен екен. Сондықтан бұл сөздер ең аяулы, қадірлі сөздер. Есіңе сақта: Қайрат Жұмағалиев. Ол ақын, Батыс Қазақстан облысында туған. Балаларға арналған шығармалары Табаннан, Кім көріпті мұндайды, Жүрегімнің бөлшегі және тағы басқа. Келесі екінші тапсырма: балалар, өлеңді тыңдап, мәнерлеп оқуға зер сал. Кім ойлап тапқан? Ана деген сөзді де, аға деген сөзді де, әке деген сөзді де, көке деген сөзді де, тәте деген сөзді де, ата деген сөзді де, апа деген сөзді де ойлап тапқан балалар. Күнім жаным дегенді, құлыншағым дегенді, ботақаным дегенді, айналайын дегенді, толғанайым дегенді ойлап тапқан аналар. Мұны біле бермейді бізде кейбір балалар. Қайрат Жұмағалиев. Үшінші тапсырма: өлеңдегі аяулы сөздерді атаңдар. Осы сөздерді айтатын кім? Өздерің тағы қандай сөздермен толықтырар едіңдер? Әке, ана, аға, тәте, апа, көке деп балалар айтады. Жаным, күнім, құлыншағым, ботақаным, айналайын, толғанайын деп әкеміз, анамыз, ата, апамыз айтады екен балалар. Балалар, төртінші тапсырмада тиісті дауыс ырғағын таңдап, өлеңді өздерің мәнерлеп оқисыңдар. Бесінші тапсырма: отбасыңдағы үлкендерге сен де аяулы сөздеріңді арна дейді. Мысалы, ардақты анам, ең сүйікті апам, аса қадірлі әкем, ең қымбатты атам. Балалар, бүгінгі сабақ аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар.